Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздер Айтылыста каналындасыздар. Бүгінгі біздің тақырыпта екі жасар баспақты соятын боламыз, мал союды үйренетін боламыз. Міне біз бауыздап болдық. Мойында ноқталар шешіп жатыр. Мына жақта енді кезекте біз терісін сыпырып алатын боламыз. Бір жақта іритін деп алады, іритін боламыз терісін. Міне бізде қасымыздағы ағаларымыз терісін іреуге көшті остырған кезде. Қазір 2-3 адам соятын болады баспақты. Міне көріп отқандарыңыздай жан жақтан жабылып жатырмыз. Бізде мынау осылай терісін алатын боламыз. Міне 4 жақтан 4 адам ұстап, міне терісін іреуге көшіп кетті. Жақсы жұмыс істеп жатыр қазір. Мал сойған кезде де мысалы бас жағымызға қағбаға қаратып, бісмілләмізді айтып, ұзынша сойғанымыз дұрыс. Сол кезде жеген асымыз да, жеген тамағын да, етіміз де адалынан болады. Мына жақта біздің қасапшы ағаларымыз терісін сыпырып жатыр. Әзірге терісін сыпырып болады. Болғаннан кейін ары қарай тағы көретін боламыз. Бұл мал бізде сойылып жатқан, асқа сойылып жатыр. Соған байланысты қазір мынау қақтаған кезде соған байланысты қақтайтын болады. Міне терісін іреп болып қалдық. Біраз жер көптің аты көп қой негізі. Қақтап қалдық қазір. Міне біріншісін жіліктеп бастады. Алдыңғы жілік. Кәрі жілікті алып жатыр қазір. Кәрі жілікті алдық. Екінші жілік кетті. Бірден бізде қасапшы ағамыз бірден жіліктеп жатыр. Көрдіңіздер ме міне? Ортаңғы жілік кетті. Ірі малдықын енді бірден аламайды, сол үшін бірден жіліктеп жіберіп отыр. Міне үшіншісі кетті қазір. Жауырын. Бәрі өз ретімен кетіп жатыр. Міне уже 3 жілік алып бөлшектеп тастады. Ал енді қазір біз қазір енді төске келді. Төсін алатын болады нар жақтан. Көрдіңіздер ме міне? Міне төсін кесіп алды. Ал енді бізде байқадыңыздар ма? Алдыңғы екеуін алған жоқ, арт жағын бастады. Міне астық жілік кетті. Астық жілікті алып отыр қазір. Міне өзісінің маманы бірден қасында етімен бәрін алып жатыр. Міне артқы аяқтың астық жілігі кетті. Екіншісі ортаңғы жілік болады. Содан кейін жамбас салу керек бұл жерде. Осымен 6 жілік кететін болады. Малда өзі негізі бар жоғы 12 жілік болады. Соның 4-ін алып болды. 5-шісі 6-шысын алатын болады. Қалғандары қабырғалары, омыртқалары, олардың бір қосымша етке жүреді. Негізгі 4 аяқтағы 12 жілікті сол қазақ халқы солай айтады. Міне біздің ортаңғы жілік кетті. Екінші жағын іреп жатырмыз. Қолға алынбаған екен. Іреп болып қалды. Шамалы қалды қазір. Міне қайталанып жатыр. Алдыңғы аяқты алып жатыр. Бұны бірден 3-ке бөлетін болады. Бірінші кәрі жілігіміз міне. Кәрі жілікті өзінің етімен алып отыр. Міне өзінің етін алды. Екінші жілігіміз ортаңғы жілік болады. Сосын ары қарай жауырын 3-ке бөліп тастайды бұнда. Міне кетті. Енді үшіншісі жауырын болады. Артық. Көрдіңіздер ме? Артық керек емес, бездерін алып тастап отыр. Көрдіңіздер ме? Керек емес оның бәрі. Соны абай болу керек.
негізі без алынбаған мал қиындау болады жеген кезде де, ұсынсаңыздар қонақ келген кезде кәделі сыйдың кезінде қиын болады. Сол үшін безден абай болыңыздар. Мына жауырын алып жатыр қазір. Алып тастадық. Төс етекті алып жатыр. Төсін алып жатыр қазір. Бұл сойып жатқанымыз 2 жасар жаңа айтып, қашар болып саналады. Баспақ біреулерді айтады, қашар деп айтылады. Соны асқа сойып жатырмыз. Каналға тіркелеміз. Бізде Әділ Ұста каналында ең дамып жатқан канал. Шама қолдау білдіріп отырыңыздар. Мақты видеолар шығатын болады. Мына артқа аяқты алып жатырмыз. Жәйменде бөліп алды. Артқа аяқты да бұнда бірінші астық жілігіміз, ортаңғы жілік, сосын жаңа жамбасы бөлінеді. Қазір астық жіліктен алып жатыр. Қарап отырсаңыздар, мысалы білетін адамға бәрі жік-жікмен ашылып кете береді. Сол үшін асық бір қарап көріп отырамыз. Міне астық жілік кесіп алды. Енді қазында етімен міне. Етімен кесіп алды. Осылай тастайтын боламыз. Екінші ортаңғы жілік. Ортаңғы жілікті де міне өзінің жегімен кетіп бара жатыр. Міне безін алып тастадық, көрдіңіздер ме? Міне тағы да керек емес бездерін алып тастадық. Соны абай болуымыз керек. Мал сойған кезде ең бірінші қарайтынымыз безге қараймыз. Сосын мал қыл болмау керек. Әсіресе қой сойған кезде жатқыз сойсаңыз, іліп сойсаңыз да қыбырдан абайлау керек. Негізі ірі қара малда да сондай. Міне ортаңғы жілігіміз кетті. Қазір енді аяқтар қарап отырсаңыз жамбастар қалды. Қазір енді ірі мал болғандықтан енді қабырғасын алатын болады. Қабырғасын алатын боламыз. Қабырғаны үлкен малда көбінесе бірінде болады екен. Мына жақта қойларда мысалы 12 қабырғадан бірге аласыз, сыпырып алғанда ірі қарада әр қабырған бөлек алып жатыр. Қарап отырсаңыздар, қабырғаны төс етекті алатын кезде осындай жайменеп тіліп аласыздар еттен. Сол кезде алуға да оңай болады. Егер де жігін білмесеңіз, сол кезде сіз қабырғаны өзіне барып тірелесіз. Сол кезде сізге өте қиын болады. Әрқайсысының өзінің жігі бар, өткір пышағыңыз болды, және де жақсы білетін болсаңыз, өйстіп, бірінші қабырғамыз кетті. Әр қабырғаны осындай бөлшектеп алып жатыр. Негізінде мал сойғанның да барлық жерін білгеніміз дұрыс. Әр қазағымыз мал сою керек, біле білуіміз керек. Себебі мысалы аяқ астынан қонақ келіп қалса, қой соятын кезде біреуді жалдап, біреуге жағдайып жүрмейсіз. Осыны әр қазағымыз білген дұрыс мал союда. Және де оны жіліктей білген дұрыс ары қарай. Міне кетті. Қабырғаларын бөлшектеп жатыр. Ар қабырғаларды міне. Ар қабырғаны түп-түбімен кесіп алып тастаймыз. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші. Мысалға нарда 3-4 адам шабылып жатырмыз. Сонымен тездетіп бітірдік. Әйтпесе бір адамға қиындау болады. Міне әр қабырғаны бөлшек міне алып жатыр. Бөліп. Міне кетті. Екі қабырғамыздың өш кетіп қалды. Міне әр қабырғаны ары қарай өсіп, біртіндеп бөлшектеп ала беретін боламыз. Міне қабырғаны аяқтап қалдық. Соңғы жағы қалды. Міне соңғы жағы қалды. Осылай міне кетті. Соңғы қабырғалы қойып, бір жағынікі болып қалдық. Міне. Ебін тапсаңыздар, жайменде өйстіп сойып беруге болады. YouTube-тан осындай видеоны қарап болса, ары қарай өзіңіз сойсаңыз болады.
міне кетті. Бір жақ қабырғаның бәрін түгелдей тауысып болдық. Енді екінші жақтың қабырғасына кірісетін болады қазір. Мына қарны шығып болды. Бұл малда мысалға қайма болсаңыз 12-12-ден 24 қабырға болады бұл жақта. Содан кейін ары қарай өзі мойын омыртқа, бел омыртқа, қанатты омыртқа болып кете береді. Оларды түсіру барысында көрсетеміз. Мына жерде бізден өңешін алып жатыр. Сосын бәрі қарынды, міне көрдіңіздер ме? Қарын, бауыр барлығын суырып аламыз. Оны бөлек жеңгелерімізге тазалайтын болады ары қарай. Міне қарап отырсаңыз, әр нәрсенің өзінің орны бар. Осылай кесіп алатын боламыз. Ең бастысы мына жерде өт деген бар, бауырға жабысып тұратын. Сол өтті ойлау керек, соны кесіп тастамасақ қиын. Көрдіңіздер ме? Соны ойлау керек. Міне қабырғадан бәрін тазартып алдық. Аяқтан қарасаңыздар, бөлек қарын бөлек шығып қалады. Сол кезде тазайып бізде ет қалады. Міне қазір осы қарыннан арылып жатырмыз. Міне бәрін алып тастап жатыр. Ішектері қазір міне кесейін деп жатқан ішектері. Мына тікішек шығар, соңғы жағынан баратын. Міне қарынды бөлек алып тастадық. Енді қайтадан міне қарынды алдық. Енді қайтадан біз қабырғасына кірісетін боламыз. Қабырғасында жаңағыдай дәл сондай аламыз ғой. Біртіндеп ала береді. Міне төс өтектің екінші жағын алып жатыр. Бағана бірінші жағын алып еді. Міне жігі бар. Қарап отырсаңыздар, міне жікпен салып жатыр қазір пышақты. Әйтпесе былайынша қабырғаға пышақ өту қиындау болады. Осылай жігімен салатын боламыз. Сол кезде жігімен салсаңыз, сынбай барлығы жақсы салынатын болады. Міне төс кетті. Төс өзінің міне төсі өзінің еттерімен алынды. Міне көрдіңіздер ме, қалай алып жатыр. Міне қарын жаққа келді. Қазір жамбас жаққа міне әр нәрсенің өзінің еті өз жағында болған дұрыс. Мысалы жамбас жағында, қабырғада, осыған арада жаңа төс деп отырмыз. Төс мына жағындағы ет төменгі еттер сүбе деп аталады. Төс сүбе етімен кетті. Енді кезек бір жақ қабырғасы қалды. 12 қабырғасы. Міне әр қабырғаны дәл сондай қылып, мысалға 12 қабырғаға бөліп істейтін боламыз. Міне. Міне әр қабырға міне бөлшекте болады. Міне көрдіңіздер ме? Әр жағынан кім жақтағы омыртқа жақтағы міне жігімен қазір міне бірінші қабырғаны алып тастап жатыр жігімен. Бездерін алып тастап жатыр. Көрдіңіздер ме? Осы безден абай болуымыз керек. Етке безді бөлек тастап жатыр. Осыны абай болыңыздар мал сойған кезде. Безді алып тастау керек. Бізде негізінде екі мүмкіншілік болды союға. Біреуі бұқа болды. Екіншісі осы өгізшіміз болды. Бұқамыз шамы арықтау болып, осыны қашарды сойып жатырмыз. Бұның күйі болды. Ертең біз асқа көп адамға жету үшін осындай осы қашарды таңдауға алдық. Міне қазір мына жақта мына қарын ішінде мына өкпеміз, бауырымыз, бүйрегіміз, жүректерді көріп жатырмыз. Міне қабырғаның уже бөлшектеп тастады. Түбінен ғана омыртқалардың тұсынан кесіп қабырғалардың барлығын санап жатырмыз. Осылай қылып мал союдың жартысынан асып кеттік. Қабырғалар бар. Қазір енді омыртқаны алып тастаймыз. Мойын омыртқаны, бел омыртқаны, қанатты омыртқаны ары қарай өз жамбасқа кірісетін боламыз. Білген адамға негізі оңай, білмегендер үйренгеніміз дұрыс. Міне осымен қабырғаны міне пытырлап санап алып тастадық. Енді қазір қарап отқандарыңыздай міне енді мойын омыртқа келді. Мойын омыртқаны алып тастайтын боламыз. Сосын ары қарай бел омыртқаға кірісеміз. Міне қазір қарап отсаңыздар мойын омыртқаны алып жатыр. Міне өзі қабырғаны алып тастағаннан кейін омыртқаның өзі тізіліп шыға қалады ғой. Міне көрдіңіздер ме? Мына жақтан кесіп қойып жатыр. Жаңа бел омыртқаның бітетін жері ары қарай уже қанатты омыртқа кетеді.
мына арадай шамалы мындай қиындау болғандықтан балталап жатырмыз. Хоп, көрдіңіздер, бірақ шақты. Олар уже арнайы маман адамдар ғой, сол мал сойып жүрген ағаларымыз, қасапшы. Бірақ орда егер де біз соя алмайтын болсақ, балтаны 2-3 рет ұрып, сүйекті зақымдайтын ек. Осы сүйекті балтамен ұра берсек те, ертең сүйек шашырап кетеді, шашыраған тіске, басқаға бізге зақымдауы мүмкін. Міне мойын омыртқаны басты бөлек алып тастап жатыр. Басты уже арада үйтуге кетеді. 4 аяғы, сирағы басты үйтуге жібереміз. Қарынды тазалап тастайды жеңгелеріміз. Міне мойын омыртқа кетті. Негізінде көбінесе қазақта мойын омыртқан еттерін үйдің еге салады, өйткені үйдің еге сондай өзімізде салт дәстүріміз бар. Міне енді қазір бел омыртқаны алып тастадық. Бел омыртқамыз кетті. Енді ары қарай қазір қанат омыртқамыз қалды. Сосын 2 жамбасын аламыз және құйымшақ аламыз, сонымен тіпті қалады. Міне ары қарай мына жақта мына бауырларын көріп жатыр, жүректерін жарайды, жарамайтын тексеріп жатыр, өкпелерін. Міне қанат омыртқасын алып жатырмыз қазір. Қанат омыртқа не үшін аталады көрдіңіз бе? Міне қанаты бар сияқты бел омыртқадан гөрі жалпақтау келеді. Мына жақта міне інішек, біздің ініміз, олжас ініміз, мына жақтан қазір жүрегін, бүйректерін, сосын бауырын алатын болып, бауырынан жарайды. Көбінесе бауырларды қарасаңыздар, ағарып кетеді, басқа қылады, ішіне қатты нәрселер шығады, бұл бауырды жемеген дұрыс. Өкпесі де мысалға өкпенің түсі өзі қызыл болмайды, ақшылдау болады. Кейбір өкпелерден торланып, неше түрлі болып қойды. Ауру малдарды оларды жемеген дұрыс. Өкпесі де, бауырды бәрі жарайтын сияқты. Сосын бұл жерде жүректі алған кезде жүректі 4-ке бөлеміз. Сосын 2 құлақшасы бар, соны алып тастаған абзал болады. Соны байлаңыздар. Міне сонымен міне мал союды аяқтап қалдық. Міне қазір мынада құйымшағы 2 жамбасымен шықты. Қазір сол енді құйымшақты 2 жамбасынан ажыратып алатын боламыз. Қалған жерін бәрін көріп отырсыздар. Басы бөлек қалды, 4 сирағы бөлек қалды. Тек қана соңғы жағында құйымшақпен жауырын жамбас қана қалды. Жамбаста қазақ халқында білесіздер, өте сыйлы болып жүреді. Жамбас бірінші жүретін жамбас қой. Ары қарай кете береді. Көбінесе құда жекжатқа таратамыз, қоямыз. Міне арадан жігін алады. Нарада қарап болсаңыз құйымшақтар ортадан тіліп, содан бір кес жеріміз керек. Егер қойда болса, қойды пышақпен істеуге болады. Ана жерде балтасыз келмей тұр ешқандай. Мына балтамен көрдіңіздер ме? Жігінен 2-ақ шапты. Ешқандай қайта-қайта балталап жатқан жоқ. 2 шапты, кетті жігі. Қасапшы ағаларымыз мықты. Біраз болған ғой, енді опыт бар. Міне төңкергендегісі. Арада көтеншектерін алып тастау, міне көтеншектерін алып тастайды. Ары қарай уже 2 жамбаспен құйымшақ кетеді. Осындай мал союдың аяқ жағына келіп қалдық. Айдылыста каналына тіркеліңіздер. Бұдан да қазақта видеолар шығатын болады. Сіздер үшін тек қана сіздерден подписка күтеміз, және де лайк, комментарий жазып отырыңыздар. Міне көтеншегін алып тастап отырмыз. Ат қот шығатын жері ғой енді. Осымен міне көтеншеге кетті қазір. Енді қазір 2 жамбас қалатын болады. Міне көрдіңіздер ме? Құйымшақ қалды. Құйымшақта міне осында жігі бар. Жаңағы балтамен шапқан жігімен көрдіңіздер, күштеп 2-ке бөліп жатыр. Өйткені күштемесе жігі ажырауы қиын. Бұл қой емес. Бұл жаңағы қашар болғандықтан ажырауы қиын болады. Міне кетті, жігімен кетті. Байқап отырсаңыздар, құйымшақ бөлек қалды, 2 жамбас кетті. Осымен кетті. Бір жамбасымыз алып тастады. Енді арада көрдіңіздер, мына қуықтығын бөлек алып тастау керек. Міне жеуге жарамсыз. Қуық барлығын бұл 2-ке тастайтын ғой. Міне көрдіңіздер, міне алып тастап жатыр. Бұның бәрі жарамсыз. Енді міне құйымшақпен жамбас қалды. Осы арадан бұны да бөліп тастадық. Сонымен біздің мал союымыз аяқталды. Жігітті көрсеттік, мал союды көрдік, үйреніп алыңыздар. Каналға тіркелеміз, Айдылыста каналына тіркелеміз. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын.